Сіз айына киімге қанша ақша жұмсайсыз? Вообще жұмсамаймын. Мына қай жаққа? Барлықтарыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз СДУ университетіндегі студенттеріміздің киімге айына қанша ақша жұмсайтынын бірге білетін боламыз. Бір 100 мыңның шамасында. Ай сайын ба или? Посезонно. Посезонно. Я. Ну, иногда, короче, бывает исключение. Например, айына даже одан да көп кетуі мүмкін. 60 мыңдай. Содан интернетта аламын. Интернеттен заказ Иә, беріп аласыз ба? иә. Все хорошо. Мына жақта біздің группаласымыз тұр екен. Содан сұрай салайық. Сіз айына киімге қанша ақша жұмсайсыз? Вообще жұмсамаймын. Мына қай жаққа? Айна дегенде айна емес андай ғой. Киімді до конца тозғанша кием. Сосын бір общий киім сатып аламын. Ол кезде бір примерно 250 мыңдай кетеді. И болды, мен сол 250 мыңмен бір 8 ай, 9 ай жүрем сол киіммен. До конца киіп. Тозғанша, жыртылғанша, андай құртылғанша жүре берем, короче. Дақ түскенше. Сосын новый киім аламын. Рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай, қалтаңызда 150 немесе 200 мыңның шамасында ақша болса, жыл мезгіліне байланысты сәнді әрі әдемі киінуге де болатынын білдік. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Dress Code KZ. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.